Мен Оразов Данияр Жақсылықұлы. Тұрасқұлов ауданы, Құлан ауылы, Шоқан Уәлиханов атындағы шағын орталықты орта мектебінің көркем еңбек пәнінің мұғалімі. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы былғарыдан өрі үрдісі. Оқу мақсаты: түрлі конструкциялық, табиғи және жасанды материалдардан қарапайым бұйым дайындау. Сабақтың мақсаты: түрлі конструкциялық, табиғи және жасанды материалдарды ажыратады, қарапайым өру түрлерін орындауды үйренеді. Бағалау критерийлері: түрлі өру өнеріне байланысты материалдар мен құрал жабдықтарды біледі және ажырата алады. Шығармашылық жұмысты ұқыпты орындайды. Өз іс-әрекетін жоспарлай алады. Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымызды бастар алдында өткен тақырыптағы мына сұрақтар арқылы еске түсіріп көрейік. Өру дегеніміз не? Түйіп тоқу тәсілі не деп аталады? Ұсақ бұйымдарды қандай жіптерден тоқиды? Бұйымдарды өруге қандай материалдар қажет? Суреттегі заттар нелер деп аталады? Заттар қандай материалдардан жасалған? Заттарды жасауға қандай жұмыс техникасы қолданылған? Бұл суретте бейнеленген сәндік қолданбалы бұйымдардың түрлері. Соның ішінде қамшы түрлері мен торсық түрлері бейнеленген. Бұл бұйымдар бізде былғары материалынан жасалған. Былғарыдан өру бірнеше бөлек элементтерді біріктіріп, берік бұйымды жасауға мүмкіндік береді. Өзара керіп, өріп, домалақ немесе жазық қималы бұрым жасалатын мұндай элементтер былғары жолақтар немесе баулар болып табылады. Суретте бейнеленген былғары түрлері мен қажетті құрал жабдықтар және пішу құралдары. Осындай былғарыдан жасалған бұйымның бір түрі қамшы. Қазақ халқының мәдени тұрмысында, салт дәстүрінде, рухани зердесінде қамшының алатын орны ерекше. Қамшы өнер туындысы, сый-сияпаттың төресі, ер жігіттің серігі, айбыны, шаңырақтың киесі, тіпті кейде батырдың қаруы да болған. Оны жай ғана ат айдайтын құрал деп айта салуға ағаттық. Бейнеленген суретте қамшы түрлері. Жұмыс жасауға қажетті заттар: былғары таспалар. Былғарыдан өру үрдісі 4 кезеңнен тұрады. Бірінші кезең: өру үшін таспаны шартты түрде 1-ден 4-ке дейін нөмірлеңдер. Екінші кезеңде нөмірі 1-ші таспаны нөмірі 2-ші және 3-ші таспаларды орай келе, нөмірі 3-ші және 4-ші таспалардың арасынан өткізіп, жоғарғы жағынан нөмірі 3-ші таспаға қосыңдар. Үшінші кезеңге келсек, балалар. Нөмірі 4-ші таспаны нөмірі 1-ші және нөмірі 3-ші таспаларды орай келе, нөмірі 3-ші және нөмірі 2-ші таспалардың арасынан өткізіп, жоғарғы жағынан нөмірі 1-ші таспаға қосыңдар. Төртінші кезеңде, балалар, одан әрі сол жақ шеткі таспаны екі оң жақтағы таспалардың арасынан өткізе және шеткі оң жақ таспаны екі сол жақтағы таспалардың арасынан өткізе отырып, сызба бойынша өріңдер. Суретте берілген қамшы өру, яғни таспа өру. Бұл жерде 6 өрімдік таспа өру, 4 өрімдік таспа өру, 8 өрімдік таспа өру суреттері бейнеленген.
Сабағымызда не білдік? Өру техникасы неге негізделген? Өруге болатын материалдарды атаңдар. Негізгі өру болып табылатын қол өнер түрлерін атаңдар. Оқу тапсырмасы: былғары өру түрлерін жасау. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.